Егер сіз ақшаңызды әлі күнге дейін депозитте сақтайтын болсаңыз, оның қаншалықты тиімсіз екендігін дәл осы видеода айтып беретін боламын. Депозитте ақшаңды сақтау арқылы ешқашан байымайсың. Ол бүгінгі күннің реальності. Егер сіз өзіңіздің ақшаңызды депозитіңізде сақтайтын болсаңыз, сізге теңгемен сақтаған ақшаға жылына банк 17% өсім береді, ал доллармен сақтасаңыз небәрі 1% ғана өсім береді. Бұл дегеніміз, сіз банкке өзіңіздің ақшаңызды беру арқылы, банк сіз арқылы ақша табудың, ақшасын көбейтудің жолын қарастырып жатыр. Неге десеңіздер, банк тура сол ақшаны айналымға жібереді. Яғни сізбен біздер сияқты қарапайым халыққа кредит береді. Ол кредиттің мөлшері шамамен 38-42%-ды құрайды. Егер сізге беретін өсімнің көрсеткіші 17%-ды құрайтын болса, беретін кредиттің мөлшері 38%-ды құрайтын болса, арадағы 22% мөлшер ол банктың таза пайдасы. Яғни сіз банкке жаңа ақша табуға мүмкіндік беріп жатсыз. Бұл жағдай сіздің болашақ табысыңыздың біраз бөлігі банкке кетіп жатқанның нақты көрсеткіші болып отыр. Жалпы депозитте ақша жинаудың кемшіліктері өте көп. Сіз біріншіден ол жерден қалаған уақытыңызда ақшаны шешіп, қалаған уақытында ақша сала алатындықтан, ол жердегі ақшаның басы құралмайды. Және де депозитте сақтаған ақшаның инфляциядан қорғау деңгейі өте төмен. Соңғы 5 жылдықты қарастыратын болса, Қазақстандағы инфляция деңгейі шамамен 10-12%-ды құрайтын болса, кей жылдары тіпті 22%-ға дейін өскен болатын. Бұл дегеніміз депозиттегі өсім 17%, ал инфляция деңгейі 22%-ды құрайтын болса, сіз бәрібірде -5%-да отырғандығыңызды көрсетеді. Бұл жағдайда көп адамдар депозитінде қаншалықты көп ақша болатын болса, мен соншалықты баймын деп есептейді. Бірақ оның артында үлкен сұрақ тұр. Неге? Себебі рассрочка, кредит, неше түрлі банктердің беретін услугаларын сатып алу арқылы сіз олардың көзге көрінетін және көзге көрінбейтін проценттерін төлейсіз. Мысалы, кредит алатын болсаңыз, айтайық 500 000 теңге наличныймен кредит алатын болсаңыз, сізге банк тек қана ай сайынғы төлемді ғана көзіңізге көрсетіп береді. Ол дегеніміз, мысалы 500 000 кредит алдым, айына 22 000 теңге деп шығуы мүмкін. Бұл жағдайда сіз әрине ойлауыңыз мүмкін, 22 000 теңге мен просто төлей салам ғой деген сияқты ой қалыптасуы мүмкін. Бірақ бұл жердегі нәрсе ол 38% үстінен қосылатын процент болғандықтан сіз ай сайынғы төлемақының почти 80-90%-ын банктың процентін төлеуге жұмсайсыз, және небәрі 10-15%-ын ғана толық сіздің алып отырған қарызыңызға ғана кететіндігін көруге болады. Яғни сіз осы картинаны ашып қарайтын болсаңыз, кредит алған кезде қаншалықты көп ақшаны банкке просто так ауаға беріп жатқандығыңызды көру арқылы миыңыз тезірек қозғалатын болады. Тезірек сол нәрседен құтылуға ұмтылатын болады. Неге? Себебі қазір мысалы осы видеоны көріп отырған жандар, сізде бастарыңызда кредит немесе рассрочка болатын болса, просто кіріп историясын қарасаңыздар болады. Қанша пайызбен сізге банк оны беріп жатыр, және сіз төлеген ақшаның қандай мөлшері сіздің основной қарызыңызды емес, тек қана процентін төлеп жатқандығын байқауға болады. Бұндай ситуацияда негізі біздің қарапайым халықтың қаржылық сауаттылығы өте төмен, және кредит алған кезде көбіне эмоциямен алады. Байқасаңыздар, банктік приложениялардың барлығының ішінде тікелей өмір сүруге болады. Оның ішінде егов бар, саяхат бар, әртүрлі магазиндегі покупкалар, техника, дәрі-дәрмек, тамақ, барлығы бар. Яғни сіз бір приложениені скачать ету арқылы бүкіл өміріңізді қамтамасыз ете аласыз. Байқасаңыздар, әр қайсының астында 3 айға рассрочка, 12 айға рассрочка, 24 айға рассрочка деген сияқты кнопкаларды көруге болады. Әрине, ақшасы жоқ адам эмоцияға булу арқылы iPhone 17, MacBook, болмаса тіпті саяхатқа дейін рассрочкаға кредитке алады, бірақ оның артында қандай процент тұрғандығын байқамайды. Ең соңында бірақ кішігірім рассрочкаларды жинау арқылы өте қомақты сумма жиналады. Жалпы қазақстандықтардың қазір 3-ші адамның біреуі кредитте, 3-ші адамның біреуінің басында үлкен суммалы қарыз бар. Бұл ненің себебі? Менің ойымша, бұл эмоционалды покупкалардың әсері деп білем. Себебі біздің менталитетімізде бар нәрсе, жаңа дүние шықса, бірден оны сатып алғымыз келеді. Мысалы, қазір iPhone 17 шығып жатыр. Қазақ халқының біраз мөлшері барып оны 24 айға, 12 айға рассрочкаға алып жатыр. Бірақ уақыт өте келе бұл сумма, бұл қаражат, қазір мысалы iPhone-ның бағасы 1 миллион теңгені құрайтын болса, бір жылдан кейін ол iPhone-ның бағасы 700 мыңға түседі. Ал 10 жылдан кейін тіпті 100 мыңға дейін түсіп қалады. Яғни сіздің iPhone-ға жұмсаған қаражатыңыз біраз жылдардан кейін сіздерге ешқандай пайдасын алып келмейді, қайта өзінің құнын жоғалтады. Сол сияқты депозитте де тура солай. Сіз депозитке мүмкін 1 миллион, 2 миллион, 3 миллионнан жинап, менің ақшам көбейіп жатыр деген ойыңыз болуы мүмкін, бірақ та уақыт өте келе ол инфляцияның деңгейіне, ол девальвацияның деңгейіне
деңгейіне байланысты қатты құнсызданады, және оның үстіне сіздің қаражатыңызды айналымға жіберу арқылы банктар қосымша ақша тауып жатыр. Яғни банк өзінің ақшасын айналымға жіберуге, жаңа инвестиция салуға қорықпайды, ал сіз болса үлкен қорқынышпен бір орында отырып, депозитімде ақша көп болса, мен бай боламын деген тұжырыммен отыруыңыз мүмкін. Жалпы білесіздер ме, бай адамдар әрдайым бір ақшадан екінші ақша жасауды ойлап жүреді. Ал кедей адамдар бар ақшасын әрдайым бір орында сақтап қалуды ғана ойлайды. Сол себепті де банктер өзінің ақшасын инвестициялауға қорықпайды, ал біздің қарапайым халық үлкен қорқынышпен депозитте ақшасын сақтап отырады. Жалпы инвестицияға келетін болса, қазіргі таңда инвестиция ол халықтың қаржылық сауаттылығын көтерудің ең бір тиімді жолы деп айтар едім. Дамып кеткен экономикасы өте жоғары деңгейдегі елдерде бұл тенденция негізі бұрыннан бар. Ал біздің қазақстандық нарыққа келгеніне небәрі 3-4 жылды ғана құрап отыр. Енді көрсеткіштерге негізделетін болсақ, жалпы инвестиция дегеніміз не? Инвестиция дегеніміз сіз өзіңіздің қаражатыңызды болашаққа көбейту жоспары. Яғни сіз қазірден өзіңіздің ақшаңызды жинау арқылы болашақта үлкен капитал қалыптастырып, сол капиталыңызды үлкен бір мақсатыңызға жұмсасаңыз болады. Мысал келтіретін болсақ, сіз депозитке 1 миллион салатын болсаңыз, оған сіз бір жылда 17% өсім көресіз. Ал инвестицияға салу арқылы 1 миллионның үстінен 20%-дан 40%-ға дейін өсім көруге болады. Ол тапқан ақшаңызды 3 жыл, 5 жыл жинап, одан кейінгі уақытта сол қомақты суманы облигацияларға, болмаса ETF-терге салу арқылы, немесе дивидендтік акцияларға салу арқылы сіздер жыл сайын пайыздық көрсеткіш алып отыра аласыздар. Яғни бұл ситуацияда уже сіз банкке ақша төлемейсіз, сіз сол дивидендтерден керісінше сол банктар арқылы пайда табасыздар. Себебі кез келген банктың өзінің брокерлік счеты болады. Мысалы, қазір мына экранға қарайтын болсақ, бізде сіздермен бұл инвестициялық калькулятор, яғни ол сіздің қаражатыңызды есептеуге көмектеседі. Егер де мен тіпті үлкен ақшадан емес, қазір 100 000 теңгеден ғана бастайтын болсам, и алдағы 15 жылдыққа жоспар қоятын болсам, шамамен бізде сложный процент, яғни процент годовых 12%-ды құрайды. Негізі 10% бен 22%-ның ортасында, енді біз орта есеппен қатты көп емес, қатты аз емес 12% деп алып, және тапқан табысымызды қайтадан өзіне өзін салып отыратын болсақ, айына небәрі 100 000 теңгеден қосымша салым салып отыратын болсақ, біздің 15 жылдағы жинағымыздың көрсеткіші дәл осындайды құрайды. Яғни сіздің салған ақшаңыз 18 миллион теңгені құрайтын болса, оның үстінен көретін ақшаңыз 32 миллион теңгені құрайды. И ең соңында сіздің барлық бюджетіңіз, барлық ақшаңыз 50 миллион теңгені құрайды. Яғни бұл дегеніміз, сіз қазірден аз-аздан үздіксіз жинап бастайтын болсаңыз, болашақта сіз банкке тәуелді болмайсыз, өзіңізге өзіңіз жұмыс жасайсыз, және пассивті түрде ештеңе жасамай-ақ адамға, уақытқа, ситуацияға, әлемде болып жатқан саяси әртүрлі ситуацияларға тәуелді болмай-ақ та өзіңіздің табыс көзіңізді қалыптастырып, мүмкін біреуіңіз пенсияға шығасыз, мүмкін біреуіңіз балаңыздың белгілі бір жасқа дейінгі капиталын қалыптастырғыңыз келеді. Соған байланысты, егер сіз ақшаңызды депозитке жинап отыратын болсаңыз, ол қаншалықты тиімсіз екендігін түсіндіре алдым деген ойдамын. Ал инвестицияға салатын болсаңыз, ол табысыңызды даже 2 есе емес, 3 есе, 4 есе, тіпті кей жағдайда 10 есе өсіруге болатындығын көрсеттім. Ал егер де сіз осы инвестиция, акция, облигация, ETF тақырыбына қызығып жүрсеңіз, өзіңіздің ақшаңызды қазірден дұрыс бағытта қалыптастырып, болашақта үлкен капиталға жеткіңіз келетін болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, менің Instagram парақшама тіркеліңіз, және описанияда менің Telegram каналым тұр. Ол Telegram каналға мен әрдайым өзімнің алып жатқан акцияларымды, өзімнің алып жатқан облигацияларымды беріп отыратын болам. Оның барлығы тегін, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Қош, сау болыңыз.